Мектеп түлектерінің білімін сынайтын кез, яғни ұлттық бірыңғай тестілеудің ел бойынша өткізілу сәтіне аз уақыт қалды. Республика бойынша тестілеу маусымның 2-сінен 15 аралығында өтеді. Осыған орай облыс орталығында жауапты органдардың ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындығы сарапталып, өткен жылдың қорытындысы тағы бір мәрте сөз болды. Биылғы жылы жалпы түлектердің 3680-нің тек 2502-сі ғана тестілеуге қатысуға ниеттеніпті. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 6%-ға көп болып отыр. Сондай-ақ өткен жылы ұлттық бірыңғай тестілеу барысында 109 құқық бұзушылық анықталған. Средний балл ЕНТ в прошлом году составил 77. Өткен жылы орташа ұпай 77,78 ұпайды құрады. 2015 жылы ең алғаш рет ұлттық бірыңғай тестілеуді санаудың индексі енгізілген болатын. Яғни орташа ұпаймен заң бұзушылық ортақ есептеледі. Осы есеп бойынша біз 8-ші орында алып жатырмыз. Ұлттық бірыңғай тестілеу барысында жемқорлық фактілерінің орын алмауы да жіті қадағаланатын болады. Айта кету керек, бұрын-соңды тестілеу барысында аталмыш фактілер кездеспеген. Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу барысында осы сыбайлас жемқорлықтердің көріністері байқалуы мүмкін. Және де олар біздің облыста былтыр 16 жылдар тіркелмесе де, Қазақстанның басқа облыстарында, яғни пара алу фактілері тіркелген, мысалы мұғалімдердің, мысалы оқытушыларға көмек беріп, мысалы немесе ата-аналардың басқаларға мысалы ақша берген фактілері әшкерленген болатын, немесе студенттерін бірлесіп ұйымдасқан қылмыстық топтар құрғанда уақыттар болды. Басқа облыстардың төңірегінде, мысалы біздің облыста ондай фактілер тіркелген жоқ. Бірақ та дегенмен де профилактикалық, яғни іс-шараларды өткізу ол барлығымыздың міндетіміз. Бүгінгі таңда ұлттық бірыңғай тестілеу пункттерінің барлығы дайын. Биылғы жылы межеден өте алмаған түлектер екінші рет тестілеуге кіргізілетін болады. Айта кету керек, биыл ұлттық бірыңғай тестілеуді түлектер 13-ші рет тапсырады.